Мен Ермахан ауылым, Байзақ ауданы, Абай ауылы, Абай атындағы орта мектептің 10-шы А сынып оқушысымын. Мен өзімнің туған өлкемді сіздермен таныстырып өтейін дедім. Бұл Байзақ ауданының төлқұжаты. Бұл Байзақ Мәмбетұлының ескерткіші. Ауданымызда Байзақ баба кесенесі де бар. Бұл Кеңес одағының батыры Ағаділ Суханбаевтың ескерткіші. Ағаділ Суханбаев Байзақ ауданы Қарасу ауылында дүниеге келген. Ұлы Отан соғысы кезінде өз кеудесін оққа тосқан батырларымыздың бірі. Бұл менің оқып жатқан мектебім. Музей 5 экспозициялық залдан тұрады. Таныс залы, тарихи зал, этнография залы, археология залы және мәдениет залы. Археология залы. Бұл залда аудан аумағында жүргізілген көптеген археологиялық экспедицияның нәтижесінде табылған орта ғасырлық архитектураның көрінісі болған құрылыс заттары, сәулет өнерлерінде қолданған қабырға кірпіштері, тұрмыс заттары, су құбырлары қойылған. Этнография залы. Қазақ халқының тұрғын үйі, киіз үй және киіз үйдің жабдықтары, дәстүрлі қолөнер бұйымдары, ас үй бұйымдары көрсетілген. Үшінші, экспозициялық зал аудан тарихы. Байзақ ауданының құрылу тарихын суреттейтін бірнеше мақалалар, фотосуреттер, фотоальбомдар, тұрмыс заттары, зергерлік әшекей бұйымдарда көрнекі орынға қойылған. Төртінші залда Ұлы Отан соғысының батырлары, социалистік еңбек ерлері және Кеңес одағының батыры Ағаділ Суханбаев туралы мәліметтер, жауынгер жабдықтары, естелік суреттер, медаль, ордендер, еңбекші елдің тылда қолданған құрал-саймандары орналасты. Мәдениет және өнер залы. Байзақ ауданынан шыққан қазақтың маңдай алды азаматтары, ғылым, білім, спорт, өнер саласында еңбегі сіңген, мемлекеттік мәртебеге ие болған қайраткерлердің өмір тарихы, фотосуреттері, шығармалары көрсетілген.
Байзақ батыр кесенесі Байзақ ауданы Дихан және Сарыкемер ауылдарының арасындағы төбенің басында, Талас өзенінің оң жағалауында орналасқан. Байзақ Мәмбетұлы батыр, би, қазақ халқының қоқан әміршілеріне қарсы күрестің белсенді мүшесі болған. 1789 жылы Тараз маңында Абылай ханның сенімді серігі, аты аңызға айналған Мәмбет батыр Құмдасұлының отбасында дүниеге келген. Жас кезінен ерекше қабілеті мен дарынының арқасында ел-жұртымен, руластары арасында жоғары беделге ие болған. Қоқан өкіметі тарапынан да құрметке ие болып, оған жеке басының артықшылығы мен салық төлеуден босатуға құқық беретін құрметті датқа атағын берген. Байзақ батырдың сүйегі Байзақ сүрезі деген жердегі ежелгі оба үстінде жерленіп, қабірінің үстінде кесене тұрғызылған.